Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 26 сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта бізде қорытындылау, радиусы бойынша шеңбер және дөңгелек салатын боламыз. Енді балалар, сабағымызды бастамастан бұрын алдымен видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Енді бірінші есепке қарайық. Дәптеріңе орында кесінділердің қайсысы шеңбердің радиусы болатынына жаз, диаметрі ше. Дәптеріңе берілген шеңбердің радиусынан 2 см артық шеңбер сыз дейді. Енді балалар, есепке қарайық. Бізде шеңбер берілген, осы шеңбердің радиустарын алдымен тауып алайық. Бұл жерде радиустар бізде ОА, ОК және ОФ. Енді бұл жердегі диаметр бізде К мен КФ болады. Бізде радиусы бастапқыда 2 болды және оған тағы да 2 см артық деп тұр. Сонда бізде радиусы 4 см болатын шеңберді сызуымыз керек. Сонда инесін тура центрге қойып 4 см өлшейміз, қарындашпен дөңгелек етіп үлкен шеңбер сызатын боламыз. Радиусы 4 см-ге тең болу керек. Тура осы суреттегідей сызсаңыздар болады. Келесі бізде екінші есеп. Дәптеріңе орында қажетті өлшемдерді жүргіз және дәптерге сызба сыз дейді. Енді балалар, суреттегі шеңберге қарайық. Бізде екі шеңбер берілген, кіші шеңбер ОМ шеңбері, үлкен шеңбер ОА шеңбері. Енді осы үлкен шеңбердің радиусы бізде 17 мм, кіші шеңбердің радиусы 6 мм болады. Тура осы радиус бойынша дәптерлеріңе балалар суреттегідей сызайық және олардың әрқайсысының әріптерін, нүктелерін белгілеуді ұмытпайық. Келесі бізде үшінші есеп. Дәптеріңе орында шеңберлердің радиусын өлше, оларды әртүрлі центрден сыз дейді. Бізге көріп тұрмыз, суретте барлығының центрі бір жерден шығып, ішіне орналастырылып салынған. Енді біз олардың радиустарын тауып, керісінше әрқайсысын бөлек-бөлек үшеуін үш түрлі етіп, яғни центрлерін әртүрлі етіп сызуымыз керек. Бірінші ең кішкентайы оның радиусы 10 мм болатын шеңбер. Тура суреттегідей сызасыздар. Яғни радиус дегеніміз білеміз, шеңбердің радиусы дегеніміз бұл шеңбердің центрін оның қандай да бір нүктесімен қосатын кесінді. Оны кішкентай r әрпімен белгілейміз. Сонда бізде бұл жерде бірінші шеңбердің радиусы 10 мм-ге тең. Екінші шеңбердің радиусы одан сәл үлкен болады, ол 14 мм-ді құрайды. Енді үшінші үлкен шеңбер бізде R3, яғни ол бізде 18 мм болады. Демек, әрқайсысын әртүрлі етіп, радиустарына байланысты үшеуін үш түрлі етіп, астына радиусын жазып, дәптерлеріңізге орындасаңыздар болады. Келесі бізде төртінші есеп. Есепті шығар. Асы. Көгалдандыру мекемесінің жұмысшысы 6 сағатта 90 метр көгал орамын төсеуі тиіс. Ол 1 сағатта жоспар бойынша күтілгеннен 3 метр артық төседі. Ол бұл жұмысты қаншалықты жылдам жасады дейді. Алдымен есептің шартын жазайық. Негізінен барлығы 90 метр көгал орам төсеу керек еді. Ол бірінші 6 сағатта төсеу керек еді, бірақ ол 1 сағатта 3 метр артық төседі. Демек, енді біз осы 90-ды 6-ға бөліп, негізі қанша метр төсеу керектігін тауып алуымыз керек. Сонда ол 15 метр сағатына 15 метр төсеу керек еді. Бірақ ол 3 метр артық төседі. Демек, 15-ке 3-ті қосамыз. Сонда ол 18 болады. Енді біз оның қанша сағатта тез біткенін табу үшін бастапқы осы 90 метрді біз 18-ге бөлеміз. Сонда бізде 5 сағат болады. Енді 6-тан 5-ті аламыз. Сонда 1 сағат. Демек, жауабы бұл жұмысты қаншалықты жылдам жасады деген. Ол 1 сағатқа жұмысты жылдам жасады. Келесі осы төртінші есептің әсі. Автокөлік пен автобустың арасы 60 км. Автокөлік 70 км сағатпен, ал автобус 50 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Автокөлік олар жылдамдықтарын өзгертпеген жағдайда неше сағаттан кейін автобусты қуып жетеді дейді. Енді есептің шартын жазайық. Бізде S арақашықтық 60 км-ге тең. V1, яғни автокөліктің жылдамдығы бізде 70 км сағат, ал V2 автобустың жылдамдығы 50 км сағат. Енді бізге уақыт табу керек, алдымен, бірақ біз V жақындау жылдамдығын тауып алуымыз керек. Ол үшін біз V1-ден V2-ні азайтамыз. Бізде V1 70 км сағатқа тең, V2 50 км сағатқа тең. Сонда 70-тен 50-ді азайтамыз, сонда бізде 20 болады. Енді Т-ны табу үшін S-ті осы V жақындау жылдамдығына бөлеміз. Сонда 60-ты 20-ға бөлетін болсақ, 3 сағат болады. Сонда автокөлік 3 сағаттан кейін автобусты қуып жетеді.
Енді төртінші есептің үшіншісі б-сы. Қалалық сенбілікке әрқайсысында 22 адамнан 128 бригада және әрқайсысында 55 адамнан 14 жұмысшылар тобы қатысты. Сенбілікке барлығы неше адам қатысты дейді. Енді бізде 22 адамнан 128 бригада және 55 адамнан 14 топ қатысты, жұмысшылар тобы, яғни. Енді барлығын табуымыз керек. Ол үшін біз 128 бригадада барлығы қанша адам болғанын табуымыз керек. Сонда 128-ді біз 22-ге көбейтеміз. Сол кезде жауабы бізде 2816 болады. Енді 14 топ жұмысшылардың 55 адамнан. Демек, ол жерде қанша адам болғанын табу үшін 14-ге 55-ті көбейтеміз. Сонда бізде 770 болады. Енді барлығын табу үшін екеуін қосамыз. Бригада мен топ жұмысшыларының 2816-ға 770-ті қосатын болсақ, бізде 3586 болады. Сонда сенбілікке барлығы 3586 адам қатысты. Келесі бізде 5-ші есеп, тапсырманы орында. Диаметрі 5 метр гүлзардың пішіні дөңгелек. Оны ені 1 метр болатын шыммен дөңгелекте қоршап шықты. Гүлзардың диаметрі қандай болып өзгерді дейді. Бастапқыда бізде диаметрі 5 метр болды. Балалар, шеңбердегі суретке қарайықшы, сары болып тұрған диаметрі 5 метр. Енді оған ені 1 метр болатын қоршап шықты дейді, шыммен. Соны қоршаған кезде екі шетінен, бір шетінен 1 метр, екінші шетінен 1 метр. Сонда бізге 5-ке 2-ні қосамыз, яғни 2 дегенде бұл жерде 1-1-ден қосамыз. 5-ке 1 метрді және тағы 1 метрді қосамыз. Сонда бізде диаметрі 7 метр болады екен. Келесі бізде 6-шы есеп, дәптеріңе орында өрнектердің бірін қағаз бетіне салып көр дейді. Яғни осы суретте бізде 2 өрнек берілген, Біріншісі шеңбердің ішінде 4 шеңбер орналасқан, екіншісінде шеңбердің ішінде бізде ромбо орналасқан және оның ішінде гүл секілді собақшалармен бейнеленген. Осы кез келген екеуінің біреуін дәптерлеріңізге циркульдің көмегімен және екінші суретті сызғыштың көмегімен салып түсірсеңіздер болады. Келесі бізде 7-ші есеп. Есепті шығар. Периметрі 200 метр болатын тіктөртбұрыш пішінді хауыздың бұрыштарына 4 оқушы келіп тұрды. Жаттықтырушы хауыздың бір шетіне жүзіп барып, оқушыларды өзіне шақырды. Барлығы ең қысқа жолмен жүзіп барды. Болат 30 метр, Серік 60 метр, ал Әлия 40 метр жүзді. Төртінші оқушы қанша метр жүзді дейді. Алдымен есептің шартын құрамыз. Ол үшін біз периметрді белгілеп аламыз. Бұл жерде тіктөртбұрыштың периметрі 200 метр. Болат 30 метрді, Серік 60 метрді және Әлия 40 метрді жүзіп өтті. Енді біз төртінші оқушының қанша метр жүзгенін табуымыз керек. Ол үшін біз осы тіктөртбұрышты хауыздың жалпы аумағынан балалардың жүзіп өткен метрлерін алып тастаймыз. Сол кезде біз 200-ден 30 қосылған 60 қосылған 40-ты аламыз. Сонда 200-ден 130-ды алатын болсақ 70 метр болады. Сонда төртінші оқушы 70 метр жүзді. Келесі бізде 8-ші есеп. Есептеуді орындап, өрнектерді салыстыр дейді. Бірінші өрнек бізде 523 көбейтілген 241 көп пе, әлде 522 көбейтілген 241 көп пе дейді. Бұны біз мәнін таппай-ақ былай салыстырсақ та болады. Мысалы 241 екеуінде көбейтетін екінші көбейткіш, ол үшін біз біріншісіне қараймыз. 523 көп пе, әлде 522 көп пе? Осылай салыстыра салсақ болады. Сонда бізде 523 көп. Демек 523 көбейтілген 241 көп болады. Екіншісінде 892 көбейтілген 6 көбейтілген 2 көп пе, әлде 892 көбейтілген 12 көп пе дейді. 6-ға 2-ні көбейте саламыз, сонда 12 болады. Демек 892-ге 12-ні көбейтсек те, 892-ге 6-ні 2-ні көбейтсек те, олар мәндері тең болады. Яғни 10704 болады. Екеуі тең болады. Келесі 420 бөлінген 20 бөлінген 1 көп пе, немесе 420 бөлінген 20 көбейтілген 1 көп пе дейді. Ол үшін біз 20-ны 1-ге бөлсек те 20, 20-ны 1-ге көбейтсек те 20 екенін білеміз, Сонда 420-ны 20-ға бөлсек те 21, 420-ны 20-ға бөлсек те 21 болады. Демек, бұл үшіншісі де тең болады өрнек. Келесі төртінші өрнек 245 бөлінген 5 көп пе, әлде 255 бөлінген 3 көп пе дейді. 245-ті 5-ке бөлсек 49 болады, 255-ті 3-ке бөлетін болсақ 85 болады. Демек, 255 бөлінген 3 көп болады. Енді бізде 5-шісі 8599 көбейтілген 152 үлкен бе, әлде 152 көбейтілген 8600 көп пе дейді. Бұл жерде біз екеуі де 152, демек екіншісіне қараймыз. Сонда
8600 көп па әлде 8599 көп пе дегенді. Бұл жерде 8600 көп болады. Демек 8600-ге 150-кіні көбейтсек бізде 1.307.200 болады. Ал 8599-ды 150-ге көбейтетін болсақ, бізде 1.307.048 болады. Демек, теңдіктің оң жағы бізде үлкен болады. Келесі 285 көбейтілген 4 көбейтілген 5 немесе 5 көбейтілген 285 көбейтілген 4 болып тұр. Бұл жерде көбейткіштердің жай ғана орны ауысып тұр. Демек, олардың мәндері тең болады. Сонда теңдіктің оң жағы да сол жағы да 5700-ге тең болады. 9-шы есеп есепті шығар. Ұзындығы 12 см болатын АВ кесіндісін сыз оны теңдей 3 бөлікке бөл. Әр нүктеден диаметрі осы бөліктердің әрқайсысының ұзындығына тең болатын шеңберлер сыз дейді. Алдымен біз А деп бастап 12 см болатын бұмен аяқталатын, яғни АВ кесіндісін сызып аламыз. Және біз оны 3 теңдей бөлікке бөлуіміз керек. Яғни 12-ні 3-ке бөлеміз, сонда әрқайсысы 4 см-ден болады. Кейіннен осы 4 см әрқайсы 4 см, демек шеңбер сызу үшін олардың диаметрлері де 4 см болады. Радиустары 2 см, диаметрі 4 см болатын 4 шеңберді сызатын боламыз. Олардың барлығы осы АВ кесіндісінде орналасуы керек. Тура осылай суреттегідей сызасыздар. Осымен балалар, бүгінгі біздің 26-шы сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.